Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 6 сынып математика пәнінен 3-ші тоқсан бойынша БЖБ тапсырмаларын бірге талдап шығаратын боламыз. Бірінші нұсқа, бірінші есеп. Тік төртбұрыш қабырғалары 5,6 кіші немесе тең А-дан, ол кіші немесе тең 5,8-ден, 2,1 кіші немесе тең Б-дан, ол кіші немесе тең 2,2 аралығында болса, осы төртбұрыштың ауданы мен периметрін бағалаңыз дейді. Бізде ұзындығы мен енін осы аралықта деп көрсеткен екен, 5,6 және 5,8 аралығында. Ал ені 2,1 мен 2,2 аралығында, иә. Енді осы жерде біз ауданын есептеу үшін, аудан бізде А көбейтілген Б-ға тең, иә. Демек, мыналарды жеке-жеке көбейтеміз, иә. Сәйкесінше 5,6-ны 2,1-ге көбейтеміз, А-ны көбейтеміз Б-ға, 5,8-ді көбейтеміз 2,2-ге. 5,6-ны 2,1-ге көбейтсек, бізде 11,76 болады. Так, кіші немесе тең S болады. Мынау бізде аудан 5,8-ді көбейтсек 2,2-ге 12,76 болады. Так, аудан осы аралықта болады. Енді келесі бізде периметрін бағалау керек. Периметр дегеніміз ол бізде екі еселенген ұзындығы мен енінің қосындысы, иә. Яғни, мына екеуін қосып 2-ге көбейтеміз деген сөз. 2 еселенген 5,6-ға қосамыз 2,1-ді. Так, кіші немесе тең 2 еселенген А қосылған Б. Ол кіші немесе тең 2 еселенген 5,8 қосу 2,2. 5,6-ға қоссақ 5,6-ға қоссақ 2,1-ді, бізде 7,7 болады. Оны 2-ге көбейтсек 15,4 болады. 15,4 болады. Ал мынау бізде периметр, ол кіші немесе тең. Так, 5,8-ге 2,2-ні қоссақ 8 болады. 8-ді 2-ге көбейтсек 16 болады. Сонда периметрі 15,4 пен 16-ның аралығында болады екен. Келесі бізде екінші есепте берілген сан аралықтарының сан түзуінде кескіндеп қиылысуы мен бірігуін жазыңыз делінген. Так, енді сан осіне осы нүктелерді біз кескіндейік. Так, -5 пен 1-дің аралығы дейді. -5 және 1. Және екеуінің де жақшасы тік екен, демек дөңгелектің іші боялады. Жауапқа кіреді деген сөз болар. Так, сосын минус шекістіктен 7-ге дейін дейді. Минус шекістіктен мына жақтан басталады, 7-ге дейін, 7 деген 1-ден кейін орналасады. Демек 7-ні мына жаққа белгілейміз. Және жақшасы тік, сондықтан дөңгелектің іші боялады. Так, енді мынаны белгілеп алайық. -5 пен 1-дің аралығы деген сөзде, яғни -5-тен 1-ге дейінгі аралықтағы сандарды қабылдайды деген сөз. Так, келесі минус шекістіктен 7-ге дейін дейді. Ол мына басқа түспен көрсетейін қазір сіздерге. Так, минус шекістік мына жақта ғой, осыдан 7-ге дейінгі сандарды қабылдайды деген сөз. Так, енді біз қиылысу мен бірігуін жазуымыз керек. Демек, -5-тен 1-ге дейін бірігу минус шекістіктен 7-ге дейін. Сонда бірігуі осы аралыққа кіретін барлық сандарды айтады, ол минус шекістіктен 7-ге дейін болады екен. Жауабымыз. 7-нің жақшасы тік болады, себебі жауапқа кіріп тұр бұл. Келесі енді қиылысуы. -5-тен 1-ге дейін қиылысу минус шекістіктен 7 аралығы. Тең болады. Бізде екеуіне де кірген аралық, ол мына екеуі де боялған аралық, ол мынау болады екен. Демек, -5-тен 1-ге дейін жақшалар тік болады, себебі жауапқа кіреді бұлар. Келесі үшінші есебіміз төмендегі сан аралықтарды теңсіздік түрінде
теңсіздік түрінде жазыңыз дейді. Так, асында бізде -3 пен 5-тің аралығындағы сан дейді. X-іміз сонда -3-тен үлкен, бірақ 5-тен кіші болады. Так, келесі енді басында бізде -1,2 мен -1-дің аралығы дейді. Так, -x-іміз бізде -1-ге, -1,2-ден үлкен немесе тең. Себебі мына жерде дөңгелектің іші боялып тұр. Кіші, бірақ -1-ден болады. Келесі енді бізде сысында бізде -6-тен 5-ке дейін деп тұр, иә. Демек, x-іміз бізде 5-тен кіші сан деген сөз. Келесі төртінші есеп теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімдерінің санын табыңыз дейді. Так, 2,8 x азайтылған 17 үлкен 0,3 x азайтылған 4,5 12,3 x азайтылған 16,6 кіші немесе тең 7,1 x қосылған 19,8-ден. Так, теңсіздіктер жүйесін шешейік. Так, мына жерде x-терді бір жаққа жинақтайық. 2,8 азайту 0,3 x болады. Үлкен -4,5 қосу 17 болады. Так, келесі 12,3 x азайтылған болады, мына жаққа 7,1 x. Так, кіші немесе тең 19,8 қосу 16,6 болады. Так, 2,8-ден 0,3 азайтсақ, 8-ден 3 азайтсақ 5, 2,5, мына жерде x бар. 2,5 x үлкен. Так, мына жерде азайтылады 17-ден 4,5 азайтылады. 17-ден 4 азайтсақ бізде 13, 13-ден 0,5 азайтсақ 12,5. Так, енді келесі 12,3-тен 7,1 азайтамыз. 3-тен 1 азайтсақ 2, 12-ден 7 азайтсақ 5. X бар. Так, кіші немесе тең. Так, 8-ге 6-ны қоссақ 14, бір ойда. Так, 9-ға 6-ны қоссақ 15, ойдағымен 16, бір ойда. Так, 1-ге 1-ді қоссақ 2, ойдағымен 3, 36,4 болады екен. Так, енді ары қарай x табу үшін 12,5-ті біз бөлеміз 2,5-ге. Ал мына жерде x табу үшін 36,4-ті бөлеміз 5,2-ге. Так, x бізде бірінші теңсіздіктен x үлкен 5-тен шығады. Так, x кіші немесе тең 7-ден шығады. Так, енді осы екі теңсіздікті сан өзіне салайық. Так, мында 5, дөңгелектің іші боялмайды. 5-тен үлкен дейді x-іміз. Онда 5-тің оң жағында орналасады олар. Так, келесі теңсіздікті салайық. Так, 7 дейді, 5-тен кейін, ол былай қарай орналасады 7. Так, дөңгелектің іші боялады, себебі қатаң емес. Так, x кіші немесе тең 7-ден дейді. Кіші сандар ол сол жағында орналасады. Енді екеуін жауапқа кіретін аралық бізде мына аралық болады екен. Сонда бізде жауабымыз 5-тен 7-ге дейін болады екен. 7-нің жақшасы тік жақша болады. 5-тен 7-ге дейін аралық. Так, сандар. Енді бізде бүтін шешімдерінің саны деген екен ғой. 5 пен 7-нің аралығында бүтін шешім ол бізде 6 болады екен. Бүтін шешім
Бүтін шешімдердің саны 6 және 7. 6 мен 7. 7 жауапқа кіреді, сондықтан аламыз. Так, 5-тер ала алмаймыз. Сонда 2 екен. Саны 2 деп жазайық. 6 және 7,